Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз Аштық романы. Аштық роман белгілі норвегиялық жазушы, Нобель сыйлығының иегері Кнут Гамсун жарыққа шығарған. Бұл оған танымалдылық әперген алғашқы туындысы. Бірінші тұлғада жазылған роман ішінара өмірбаяндық сипатта жазылған. Ол 1886 жылғы христиания, қазіргі Осло қаласындағы ашаршылыққа тап болған адамдардың оқиғасын баяндайды. Үзіндіде бас кейіпкер үнемі аштық азабын тартумен болады. Үнемі көше кезіп, қаланы аралап, ақша табумен әлек болады. Табысқа жету жолында өз мақалаларын, жазбаларын, фельетондарын газет беттерінде жариялау арқылы табыс табуға тырысады, бірақ бұдан ештеңе шықпайды. Қайта мүлде жоқшылыққа түсіп, жағдайы нашардай түседі. Өмір жолында құрдымға кетіп, өмір баспалдағынан сырғанап төмен түсіп бара жатқанына мұңаяды. Еңсесі түсіп, салы суға кетеді. Кейіпкер аштықтың әлсіздік, бас айналу, жүрек айнуын сезінеді. Жүйке жүйесі құрып, ашуланшақ болады. Күндіз ол саябақта уақыт өткізгенді жөн көреді. Онда ол болашақ жұмыстарының тақырыптарын ойлайды. Өмір туралы толғанады. Ол қолындағы барын, үйдегі ұсақ-түйек заттарды, әрбір кітапты бірінен соң бірін өсімқорға кепілге береді. Сол заттарға аукцион өткізілгенде, ол заттарының кімнің қолына түсетінін қадағалап, көңіл көтереді. Аштық адамды тығырыққа тірейді, тіпті ағашты немесе қиыршық тасты сорады. Қарайған апельсин қабығын шайнайды. Аштықтан есінен танып қала жаздаған ол наубайханаға барып нан сұрасам ба деп ойлайды. Сосын қасапшыдан ит үшін сүйек сұрайды да, артқы аллеяға айналып, көз жасын төгіп, сол сүйекті кеміруге тырысады. Аштықтан дірілдеп, ол тым болмаса аздап нәр татсам деген үмітпен кезінде жақсылық жасаған бәліш сататын кемпірді есіне алып, соны тауып, өзіне жақсылығын қайтарама деп барады. Бірақ кемпір оны қуып жібереді. Бір күні ол кофеханаға тым ұзақ тұрып, пәтер кілтін жоғалтып алды деген ойдан шығарылған сылтаумен полиция бөлімшесіне түнеп шығуға да тура келеді. Кейіпкер өзіне ақылсыздықтың жақындап келе жатқанын түсініп, оған мейірімділікпен берілген бөлек камерада қорқынышты түнді өткізеді. Бас кейіпкер жұмысы болмағандықтан үнемі болмашы, түкке тұрмайтын заттармен шұғылданады. Талантын бостан-босқа өлтіреді. Өзінің басынан өткерген келеңсіз оқиғаларды ой елегінен өткізе отырып, кейіпкер Құдайды, сосын басқаларды жазғырып кінәлайды. Ақыр соңында бәрін түсінген ол, өмірдің түбегейлі өзгерту керек деп шешкен болып, матрос болып, жұмысқа жалданады.